Аяғыңызды 20 минут көтерсеңіз, 5 аурудан құтыласыз. Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Адам денсаулығы атты жаңа арнама қош келдіңіз. Қараша айының соңына дейін 10 мың оқырманға жетуім керек. Ол үшін маған тіркеліп, лайк басып, достарыңызға жіберуіңізді ұмытпаңыз. Алдын ала рахмет. Аяқты күнделікті көтеріп жату арқылы қалтаңыздан ақшаңызда, қымбат уақытыңызда кетпейді. Оны жаттығу емес, емдеу десе де болады. Себебі аяқты көтеріп жату сізден физикалық күшті талап етпейді. Дұрысы, оны йогаға теңеу керек. Мамандар оның денсаулыққа тигізер бірнеше пайдасын айтады. Сіз де мұны біле жүріңіз. Жүректің жұмысы туралы бір сәтке болсын ойланып көрдіңіз бе? Күніне қаншама жұмыс атқарады? Бойыңыздағы қандайда тырнақ ұшына дейін жетуін қамтамасыз етеді. Кейде қан айналымы өз жұмысынан жаңылып, аяқта варикоз пайда болуы мүмкін. Сізде де келеңсіздік байқалса, бірден аяқты көтеріп жатыңыз. Жаттығумен денеңіз сұлуланып, не болмаса аяғыңыз әдемі болып кетпейді, алайда аяқтағы тамырлардың кеңеюінің алдын алады. Жаттығу қалай жасалады? Шалқаңыздан жатып, аяғыңызды жоғары көтеріп, қабырғаға тіреңіз. Сонда денеңіз жерде, ал аяқтарыңыз тікесінен тұруы керек. Денені осы қалыпта 20 минут ұстап тұрыңыз. Қолдарыңызды барынша еркін ұстаңыз. Басқа ешбір қимылды қайталаудың қажеті жоқ. Бойыңыздағы тепе-теңдікті сақтап, өзіңізді тыныш әрі жайлы сезініңіз. Бұл қалыпта шығу үшін алдымен тізеңізді көкірегіңізге қарай тартып, бүйірге қарай аунаңыз. Жаттығуды орындау үшін міндетті түрде жеңіл әрі қолайлы киім таңдаңыз. Белді қысып тұратын резеңкелі киім кимегеніңіз абзал. Мұндай киім жаттығудың пайдасын жоққа шығарады. Өйткені жаттығудың негізгі мақсаты қанның ағзадағы айналуын дұрыстау, ал резеңке қанның айналуына бөгет болады. Аяқты жоғары көтеріп жатудың 5 пайдасы. Бірінші, аяқ ісінуін төмендету. Аяқ ісінуі көбінесе қан айналымның дұрыс болмауынан пайда болады. Кейде бүйрек, жүрек пен артық салмақтың салдарынан да ісініп кетуі мүмкін. Сол себептен ең алдымен аяқтың ісінуінің себебін анықтап алған жөн. Кейін оның еміне аяқты көтеріп жату жаттығуында қосу керек. Екінші, аяқтың ауырғанын басады. Күні бойы тік тұрып жұмыс істейтін жандардың түнде аяқтары ауырады. Олар да осы әдісті қолданып көрсе, тартылыс күші аяғындағы ауруды қалай басқанын байқамай қалады. 20 минуттық жаттығу аяқты жеңіл қалыпқа түсіреді. Үшінші, ас қорытуды дұрыстайды. Егер аяқ бастан жоғары тұрса, бұл сұйықтықтың ағзада жиналып қалуымен ғана күреспей, асқазанның жұмысына да әсер етеді. Ішектердің қозғалысын реттеп, астың қорытылуын жақсартады. Іш қату сынды мәселеде оң шешімін табады. Ішкі ағзаңызды тазалағандықтан жүзіңізде құлпыра түседі. Төртінші, жүйке жүйесін тыныштандырады. Жаттығу тыныс алуда да қалыпқа түседі. Дененің осылай тұрысы барынша көп ауа жұтуға көмектеседі. Мұның нәтижесі біз бір қалыпты тыныс ала бастаймыз. Бұл жүйке жүйесіне де тыныштық сыйлап, іш, мойын бұлшықетіне түсетін күшті басады. Бесінші, жан тыныштығы. Жаттығу мидың оттегімен барынша толтырып, оны тыныштандырады. Тән мен жанда тыныштық пен үйлесімділік орнайды. Жаттығуды күн сайын жасасаңыз, көп өтпей-ақ жағдайыңыздың жақсара түскенін байқайсыз. Ескерту, егер сіз беліңізде жарақат болса,
бұл жаттығуды жасамағаныңыз дұрыс. Мұндай кезде өзіңізге ыңғайлы болу үшін беліңізге жастық қойып жасау ұсынылады. Осымен видеомыз аяқталды. Пайдалы ақпарат сізге ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыз.